Assalomualaikum, hurmatli jamoat. Mana bizning Rossiyadan eshiklarimiz kirdi. O'ta ademi barlig'i, Allohga shukr. Mana Snejina birinchi tuma 4 litr sut berdi. Sut bergan. Mana var. Mana Afina, Freyaning qizi. Afina men Badi ekevi hali qashpagan. Қазір 1,5 жасар болды. Әлі қашпаған. Барлығының дене бітімдері өте әдемі болып өскен. Мынау Фрея. Бұл екінші тума. Фрея қашып кеткен. Октябрьдің 10 күні чистопородный альпийский пиакок текеден түскен Фрея. Мына Россиядан тұр, жаңағандар бәрі құжаттарымен, Аллаға шүкір. Қазір енді сүттер уже азайып жатқан уақыт қой. Мынау Фрея, арғысы Афина, мынау Снежина. Жоқ, бұл Бади, мынау Снежина. Снежина бірінші тума 4 литр сүт берген. Мынау первородка. Мына енді көрсеңіздер, ешкілер бойлары өте ірі, әдемі ешкілер. Пиакок альпийский үшеуі. Мынаңда ханда бар пиакок. Нелері жәндегі апалары бұлардың 6 литрліктер. Золу тағы не деген. Мынау бірінші туманы. Шығыш. Мынау ерекше акрасынаның кіші пиакогы. Анау живой көрген кезде олар кәдімгі ірі, өте керемет. Екеуі әлі төлдемеген, екеуі де 1,5 жасар. Енді Алла бұйыртса, енді текеге түседі. 1,5 жасарлар, олар шыбыштар әлі. Мынау бір төлдеген. Снежина. Фрея. Мынау Фрея. Фрея, мынау Афинаның несі, шешесі. Анау Бади. Мынау Бади мен мына екеуі жәндегі нелері, апалары. Қандары бір. Мына көрсеңіздер, өте керемет. Россиядан кірді, кеше түнде кірді. Аллахтың қалауымен өзіміздің таңдап алғанымыз бәрі құжаттарымен, Құдай қаласа жақсы төлдер береді. Қазір енді сүттер уже азайған, бірақ креплениясы, желін сасоктары өте әдемі. Мынау кімнің? Снежинаның сыңары 5 литрдің үстінде сүт берді. Бірінші тумасында 5 литрдің үстінде берген. Оны енді сатпады. Мынау бірінші туманың өзінде 4 литрден асырып берген. Енді оның өзі шүкір, жаман емес бірінші тумаға. Мына осы ешкілер Россиядан кірді бізге. Аллахтың қалауымен. Баршаңызға жұғысты болсын. Өте әдемі, чистопородный альпийскийлар барлығының құжаттары бар. Бәрі құжаттарымен. Кеше түнде кірді. Мына күйлері бәрі жақсы. Қазір мен пиакок альпийский текелерім бар. Соларды қоятын болам тазағанда, Құдай қаласа. Снежина, Афина, Афина, Фреяның қызы. Бұлар әлі төлдемегеннен кейін енді шамалы жабайланады ғой. Төлдеп, уже сауды бастағаннан кейін бұлар. Құдай қаласа, мынау чистопородный пиакок альпийский текеден Россиядан уже қашып келді 10 октябрь күні. Мынау Снежина и Бади, потом Афина. Бұл үшеуі енді түсетін болады. Менің текеме қазір. Текемді жіберем қастарына. Адам артынан жүгіріп келе береді. Енді керемет ешкілер. Бір. Фрея, Снежина, бандар. Керемет ешкілер, барлығы денелері ірі. Енді Құдай қаласына шыбыштар 1,5 жасынан қашса, 2 жастан асып төлдейді, керемет болады. Жақсы ірі лақтар шығады, сүтті болады деген ниеттеміз, Аллахтың қалауымен. Мына біздің осы
альпийский пиакок тегешіктеріміз бар, жас тегешіктер. Қазір 7 айлық тегешіктер. Мына осы тегешіктерден түсетін болады, құдай қаласа. Мына активный екеуі де. Мына осы пиакок альпийский текелерімізден түседі, құдай қаласа. Жақсы төлдер шығаратын болады, иншалла. Жас тегешіктер. Осыларға салатын боламыз, құдай қаласа. Мына пиакок альпийский жақсы тегешіктер. Бұлардың да әке-шешелері Россиядан келген. Тегешіктердің акрастары өте қанық, әдемі. Енді Аллахтың қалауымен қашып наса Афина и Бади и Снежина осы екеуінен төлдейтін болады. Мынау Фрея уже Россияда қашып келген 10 октябрь күні. Жайлап күйлетіп баса. Мен осы текелерден қазір міне енді қосып жатырмын бұл тегешіктерді. Бұны көріп тұрсаңыздар, мына ешкілердің бойлары өте биік. Негізінде кәдімгі өзіміздегі ешкілер бар ғой, солармен мыналар бойлары қатарда. Уже мына ешкілер шыбыш болса да денелері өте биік. Мына уже текелерді қосқаннан кейін ақ өзі көрініп тұр ғой. Мына тегешіктерім айтсам ең ірі кәдімгідей. Бірақ мына ешкілердің қастарына қосылғаннан кейін кәдімгідей уже білініп тұрды. Себебі ешкілер өте ірі шыбыштар. Жақсы өскен. Фрея, бар. Фрея. Фрея. Уже екінші тума болғаннан кейін кәдімгідей естияр ешкі. Тисе бермейді нелерге. Соған алып жатыр. Аналар әлі енді текеге түспеген жас шыбыштар. Фрея, бар. Осылай. Бар. Міне қаласы міне осындай керемет жаңалығымыз бар біздің. Жақсы төлдер түсетін болады иншалла. Мына жайлап уже текеліктерін баставадыр. Негізі ешкілерді қашып жүрген бұл екеуі. Жына шыбыштар денелері әрі болғаннан кейін кәдімгідей уже білініп тұр. Жас 7 айлық тегешіктер. Акрастары өте қанық. Лақтары жақсы түседі. Көріңіздер, өздері еслеп жүріп күйлетіп олады. Керемет көрініс, әдемі, өте әдемі. Чистопородный. Бәрібір білінеді. Құжаттарымен бұлар тақыласа. Күйлері өте жақсы, әдемі. Тәй. Күйлері жақсы. Мынау Фрея, мынау Бади, мынау Фреяның қызы Афина, мынау Снежина. Керемет әдемі, ірі ешкілер. Қарап, тамсанып отыра беретіндей. Формалары, дене бітімдері бәрі керемет. Мынау Афина мен Бади екеуі 1,5 жасар, екеуі де шыбыш әлі төлдемеген. Мынау екінші тума, мынау бірінші тума. Мынау бірінші тумада 4 литрдің үстінде берген. Бұның сыңары 5 литрдің үстінде берді. Бірақ ол сыңарын сатпады. Россиядан кіріп отыр. Кеше түнде Аллахтың қалауымен әлі күнге шейін сүттері бар. Енді Россиядан кіргеннен кейін шамалы сүт тастайды бұлар обязательно. Оның үстіне қазір уже күйік айы. Ерте көктемде төлдеген ешкілер. Мынау Снежина мен Бади и Афина әлі текеге түспеген. Енді түседі. Мына екеуі әлі төлдемеген шыбыштар, 1,5 жасар. Мынау бір рет төлдеген. 4 литрдің үстінде сүт берген.
Фрея Афинаның енесі. Мына Афинаның енесі. Фрея. Фрея екінші тума. Желін үрпілері бәрі керемет. Дене бітімдері ірі. Көрсеңіздер. Енді керемет көрініс.